Сәлем достар, мен бүгін каналыма жылқының қазысын қалай тез дәмді айналдыру жолдарын көрсететін болам. Ол үшін видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ол үшін біз яғни қабырға еттерінен жасаймыз, оны білесіздер. Сүйексіз жасайтын боламыз. Етті салқын, яғни аязға қатырып алып барып жасасаңыздар, жасалу жолы оңай болады. Яғни шекке салған кезде оңай салынады. Сондықтан қатырып алғанды дұрыс. Солай кеңес беремін. Ол үшін осылай біз шекке сиятындай қылып, жіңішке қылып, яғни кесіп барлығын дайындап аламыз. Сосын дайындағаннан кейін пышақтарыңыз өткір болған дұрыс, әдемі болып кесілу үшін. Әдемі болып кесілсе, ол шеккеде әдемі оңай салынады. Пышақтарыңыз өтпей бұдыр-бұдыр болса, қазір шекке салған кезде қиналатын боласыздар. Енді етті тұздау үшін осылай тұз, бұрыш, лавр жапырағын барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Еттің жаңағы көлеміне қарай. Менде мына жерде 1 келі тұз, 200 грамм бұрыш және лавр жапырақтарын жақсылап араластырып, сосын шекті де дайындап аламыз. Шекті көріп отырғандарыңыздай, шектің ішіне картоп салып тазалаймыз. Сол кезде іші әбден тазаланылады. Кәдімгі шикі картопты қабығын ашып, шектің ішінен шығарып айдап аламыз. Сосын жаңа дұрыс дайындалған тұз бұрышымызды жаңа кесіп дайындап қойған етімізге араластырып, жақсылап араластырып, шекке салуға дайындаймыз. Осылай барынша жақсылап араластырамыз. Кейбір тимей қалған жерлерге етті қолмен сепкілеп, барынша барлық жеріне тиген дұрыс, сонда дәмі әдемі болып шығады. Осылай аз-аздан қолмен сеуіп отырып, тимей қалған жерлерге осылай қолмен уқалап салған дұрыс. Енді осы дайын шекке осылай жақсылап саламыз. Егер еттеріңіз қатып тұрса, салу өте жеңіл болады. Менде кішкене жібіп кеткендіктен салу осылай кішкене қиындық туғызады. Осылай жақсылап барлығын шектерге салып шығамыз рет-ретімен. Сүйексіз еттің өзі. Яғни алдағы уақытта дастарханға кесіп қоюға ыңғайлы. Сосын екі шетін кәдімгі істік етін жіппен жақсылап байлаймыз. Шек бостау болған дұрыс, себебі ет шектің ішінде іседі. Егер тығыз салсаңыздар, ол шекті жарып жібереді сорпа салынған кезде. Сондықтан екі жағынан да бос қалдырған дұрыс. Міне осылай 70-50 сантиметр көлемінде жасап қойсаңыздар, өздеріңізге пайдаланған уақытта да ыңғайлы болады. Осылай жасап, бір күн жылы жерге қойған дұрыс, себебі тұз, бұрыш барлығы сіңу керек, яғни. Осылай жақсылап байлап, еттерді реттестіріп, яғни. Байқағандарыңыздай бас жағында әдемі жасалған, енді соңғы жағы етті жібіп кеткендіктен қиындық туғызу үстінде. Осылай
тақтайдың үстіне қойып осылай қолмен реттегендеріңіз дұрыс. Әйтпесе кептетіліп тығыз салынса, жаңағы айтқандағыдай шекті жарып жібереді. Сондықтан бос салған дұрыс. Үлкендердің айтуы бойынша бір малдың шегі сол малдың қазысын айналдыруға жетпейді. Міне көріп отырғандарыңыздай осындай ұзын қазылар пайда болды. Осылай бір күн үйде қалдырамыз, яғни жылы жерде бір күннен кейін іліп кептіріп алсаңыздар болады, немесе морозильникке салып қатырып қойсаңыздар да болады. Каналға жазылуға ұмытпаймыз, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер.